YouTube'ға қалай видеоны дұрыс жүктеу керек? Ассалаумағалейкум достар, мен есімім Санат. YouTube'да 100 мыңнан астам оқырманы бар Жалғыз жолаушы арнасының авторымын және сіздің YouTube көмекшіңізбін. Бүгін өз тәжірибеммен сіздерге көрсетемін. Мен видеоларды қалай жүктеймін. Бұл менің екінші арнам, бірден баста. Бұл жерде әлі монетизация қосылмаған. Қазір сізде осындай монетизациясы жоқ арнаға видеоны қалай жүктеуді үйретемін. Ең бірінші жаңағыдай создать дегенді басамыз, добавить видео, выбрать файлы. Өзіміздің дайындап қойған мына жерде контентімізді таңдаймыз. Мысалы YouTube-тың ішіне кіреміз. Мысалы сіз белгілі бір контентті дайындап қоюыңыз мүмкін. Мысалы Ресей қазақтары. Жүктедік. Мына жерде тақырыбын жақсылап қоямыз. Мен сіздерге айттым, тақырып бұл өте маңызды. Ол адамдарға қызық болуы керек және қызығушылығын оята алуы керек. Түсінікті ғой бұл жерде. Екіншіде бұл видео не туралы, соны жазамыз. Үшіншіде значок. Бұл біздің айтып отырған превью. Превьюді қалай жасауға болады, мен сіздерге келесі сабақта толық түсіндіріп беремін. Қазір обложканы таңдаймыз. Айтпақшы, бұның көлемі 2 мегабайттан аспау керек. Егер сіздің оның көлемі 2 мегабайттан аспау керек. Сіздің фотоңыздың көлемі 2 мегабайттан асып кетсе, Google-ға кіресіз, сжимать размер фото дегенді тересіз, сайтқа кіресіз, онлайн сол жерде көлемін қысқартып аласыз. Мысалы, мен бір фотоны таңдайын, тағы да ауыл казахский тек туыстар тұрамыз деп. Ары қарай кеттік. Плейлист. Плейлист деген не? Ол топтама. Мысалы, сіздің арнаңыз бірнеше сала туралы болады. Біріншісі саяхат, екіншісі тамақ пісіру, үшіншісі сабақ оқыту деген сияқты. Егер сіз осы 3 түрлі саланы бірге жүргізетін болсаңыз, әрқайсысын плейлистпен бөліп тастауыңыз қажет. Көрерменге сіздің видеоңызды табу, іріктеу оңай болу үшін. Аудитория. Бұл видео балаларға ма, әлде балаларға емес пе? Нет, это видео не для детей дегенді басамыз. Енді сіз ұятсыз видео түсірмейтін шығарсыз. Жас ерекшелігіне келген кезде видео подходит для зрителей младше 18 дегенді басамыз. Егер сіздің видеоңызда тікелей жарнама болса, онда мұна бірінші батырманы басамыз. Автоматты түрде эпизодтарға бөлу деген бар. Егер сіздің видеоңыз ұзақ болса, онда YouTube өзі автоматты түрде оны бөліп тастайды колонкалерге. Енді видеоның контент ID деген бар ғой, сол зерттеп, өзі сәйкес келген жерін автоматты түрде бөліп тастайды. Енді көрерменге ыңғайлылық үшін. Мына жақта тағы да бір жаңа дүние шыққан. Мысалы, егер сіз көп жерлерде болатын болсаңыз, онда сол жерлерді видеоның ішіне сілтеме арқылы, описанияға арқылы атауын жазып қойып. Енді көрермен мүмкін сіз барған жерге барғысы келіп кетеді. Сол кезде оларға табу ыңғайлы болу үшін. Мыналарға біз әзірге тоқталмай қойсақ болады. Ең бастысы бізге тег. Көп адамдар ойлайды, тег ол рекомендацияға шығаратын құрылғы деп. Жоқ. Сіз тегті жазыңыз, жазбаңыз, ол сіздің видеоңызға, оның алгоритміне ешқандай әсер етпейді. Тег бірақ қазақтарға қажет. Ол неге? Көп тақырыптар бізде қазақша қаріппен жазылады. Мысалы, Ресейдегі қазақ ауылы. Кейбір адамдарда қазақша клавиатура болмауы мүмкін телефонында. Олар Ресейдегі казак ауылы деп іздейді. Сол кезде Ресейдегі казак ауылы деп жазамыз. Осылай іздеу мүмкін. Осылай іздеген кезде біздің видеомыз шығады. Түсіндіңіздер ғой, тегтің не үшін қажет екенін. Мына жақта разрешить ремикс видео, аудио дегенді басамыз. Мына жақта комментарий оценки деген кезде, мына жерде выключить дегенді басамыз. Өйткені барлық комментарийге бізге рұқсат. Өйткені комментарий ешқашан артық етпейді. Ол сізді жамандасын, ол хейт болсын, бәрібір ол комментарий. Және ол сіздің YouTube-іңіздің алгоритмі жақсы болу үшін, басқа адамдарға рекомендацияға шығу үшін ол өте қажет. Сондықтан бұл тұра берсін. Далее. Дополнение. Добавьте конечную заставку. Мысалы, мен соңғы заставканы қоям. Ол үшін мына жақта оң жағында арнаға тіркелу. Осы кнопканы бастаған кезде арнаға тіркеледі. Ал сол жағындағы кнопканы басқан кезде, ол кезде мен 2024 жылы ең көп қаралатын YouTube салалары деген контентімді қойдым. Ары қарай сохранить.
Подсказка. Бұл подсказка деген не? Сіздің видеоңыздың 6-шы минутында, мысалы мен сізге бүйтіп айтуым мүмкін. Өткен шығарылымда мен YouTube-тың кең таралған салалары туралы айттым, көрем десеңіз, мына сілтемені басыңыз деп. Осы көрсеткен сілтеме қазір шығу үшін мен мысалы 4-ші минутта таңдаймын да, мына жерге видео дегенді басам, ең көп қаралған видео. Мысалы, міне көрдіңіздер, төбе жағына шығады. Түсіндіңіздер ғой, сутті. Бұл сіздің видеоңыздың жарнамасына қажет құрал. Доступ. Енді бісміллә деймізде открытый доступ дегенді басамыз. Опубликовать дегенді қоямыз. Мына жақта тағы да бір не бар? Премьера деген дүние бар. Премьера туралы мен сізге алдағы уақытта толық айтып берем. Бұның да артық тұстары бар. Бұның да сіз білуге тиіс кемшіл тұстары бар. Сондықтан достар, арнаға тіркеліңіз. Егер сіздің YouTube бойынша сұрақтарыңыз болса, YouTube бастаймын, маған көмектес десеңіз, менің жеке тәлімгерлігім бар және ақылы кеңесім бар. Соны алсаңыз болады. Ол жерде сіз видеоны монтаждау, превью жасау, тақырып қою, контент жасау жолы, оның құрылымы барлығын үйренесіз және өзімнің жеке тәжірибеммен бөлісем. Білім ешқашан артық етпейді. Егер сіздің бойыңызда қорқыныш болса, онда ол тек білімнің жетіспеуінен. Достар, сондықтан мына төмендегі нөмірге хабарласыңыз. Мен сізге қолымнан келгенше көмектесем, және бұл сіздің жылдамырақ монетизацияға шығуыңызға оң әсер етеді. Сіздермен болған санат, жақсы адамдардың санатында болыңыз, және ең бастысы, не бастасаңыз да бірден бастаңыз.